Барлықтарыңызға сәлем достар. Бүгін осындай ерекше, дәмді, оңай, бар жоқ 30 минуттың ішінде жасалатын ыстық тағамның рецебімен бөлісетін боламын. Үйде бар заттардан жасасаңыздар болады, фарш та өте көп кетпейді. Каналымызға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Ең алдымен жарты пиязымызды ұсақтап турап, фаршқа қосатын боламыз. Дәміне қарай тоз бұрышты қосып, домалақтап шарик жасаймыз. Подливқа өте көп зат қажет емес. Барлық қажетті заттардың мөлшері описаниеда және осы видеода жазылған. Мінекей біздің фаршымыз дайын болды. Енді кішкентай домалақ қылып шариктер жасайтын боламыз. Келесі жарты пиязды осылай ұзынша қылып турап дайындап аламыз. Одан кейін болгар бұрышын алып, тағы да оны ұзынша қылып турап қоямыз. Жарты сәбізді алып, үкіштен өткізіп алдым. Өте сақ емес, өте ірі емес, орташасынан өткіздік. Келесі 2 чеснокты алып, барынша ұсақтап турап, пиязымызға қосып қоямыз. Подливаны қуыруға кірісеміз. Ол үшін табамызды қатты қыздырып, сұйық май құйып, ең бірінші пияз бен чесногымызды жақсылап қуырып аламыз. Оның үстіне шарик қып домалақтап дайындап қойған фарштарымызды саламыз. Кішкентай тефтели десек те болады. Осының үстіне қосып, жақсылап қуырамыз. 2-3 минут қуырылғаннан кейін үстіне үкіштен өткізілген сәбізімізді салып, тағы да қуыратын боламыз. Болгар бұрышын да салып, тағы да 2-3 минут қуыратын боламыз. Өз қалаларыңызға сай кез келген жасыл шөпті қоссаңыздар болады. Укроп, петрушка және басқасын. Мен петрушканы сақтап турап қосып жібердім. Дәмі өте керемет шығады. Тағамымыздың дәміне қарай тоз бұрышын саламыз. Енді үстіне сметана соус болу үшін қаймағымызды саламыз. Егерде бұндай қаймақты соус болған қаламасаңыздар, томатты қосып араластырып, су құя саласыздар. Мен сметана соус болған қалағандықтан осылай араластырдым және үстіне 150 мл салқын суды құйып, бетін жауып қойып қойдық. Енді біз тамағымызға спагеттиді пісіретін боламыз. Ол үшін суды қайнатып, 1 ас қасық тұзды қосып, араластырып, үстіне спагеттиді салып, араластырып қақпағын жауып қоямыз. Арасында 5-10 минут сайын араластырып отыруды ұмытпаңыздар. Мінекей бір қайнағанда осылай араластырып алып отыратын боламыз.
арасы жабысып піспей қалмау үшін. Және де отын баяулатып, қақпаны жауып, тағы да піскенше қоямыз. Мінекей біздің спагетти пісті. Енді таза ыдысқа өстіп сүзіп алып, үстіне су құйып, тазалап бір жуып қоямыз. Спагетти жабысып қалмау керек. Жуғаннан кейін осындай қалыпта болады. Осы аралықта біздің подливамыз да дайын болды. Сметана соусымыз осылай шығады, өте дәмді болады. Тарелкамызға ең бірінші спагеттимізді жақсылап салып орналастырып аламыз. Кішкене шұңғыл болғаны жақсы, біздің соусымыздың суы ағып кетпеу үшін. Дайын спагеттидің үстіне подливамызды құйып, үстіне тефтели сияқты жасалған фаршымызды салып, дастарханға ұсына береміз. Егер де сыр қосқанды ұнатсаңыздар, чоркадан өткізіп, кез келген сырды бетіне қойсаңыздар болады. Ыстық подливаның үстінде езіліп, созылып тұратын болады. Мінекей достар, біздің үй жағдайында 30 минуттың ішінде осындай дәмді тағамымыз дайын болды. Жасап көріңіздер. Сіздерге ас болсын. Сіздермен болған Альмира. Каналымызға тіркеліп, лайк басып, қолдау көрсетуді ұмытпаңыздар. Жаңа рецептілер жіберіп алмау үшін қоңырауша белгісін басып қойыңыз.